10 сынып алгебра және анализ бастамалары пәні номер 3 сабақ. Сабақтың тақырыбы функция ұғымы және оның берілу тәсілі. Сіздерге қойылған мақсат функция ұғымын түсіну және функцияның берілу тәсілдерімен танысу. Жетістік критериялары. Функция ұғымын түсінеді, функцияның берілу тәсілдерімен танысады. Анықтама. Тәуелсіз айнымалы x-тің әрбір мәніне тәуелді айнымалы, y-тің бір ғана мәні белгілі бір ереже немесе заңдылық арқылы сәйкестендірілсе, онда осы сәйкестік функция деп аталады. Функцияны y-тен болады f от x, немесе y-тен болады φx, немесе y-тен болады gx деп, және тағы сондай белгілеп алуымызға болады. Мұндағы x ол тәуелсіз айнымалы, ал y тәуелді айнымалы болып табылады. Берілген функциялар ереже немесе заңдылық болып табылады. Тәуелсіз айнымалы қысқаша аргумент дейміз, ал тәуелді айнымалыны функция деп атайды. Келесі анықтама. f от x функциясы белгілі бір мән қабылдайтын тәуелсіз айнымалының нақты мәндер жиынының функцияның анықталу облысы d f от x, ал анықталу облысынан алынған әрбір тәуелсіз айнымалыға сәйкес табылған функцияның мәндерін оның мәндер жиыны e f от x деп атайды. Бірінші функцияның анықталу облысын, екінші y және x мәндер арасындағы ереже немесе заңдылықты, үшінші функцияның мәндер жиыны. Енді оң жағымызда көріп отырғанымыздай берілген функциялар берілген. Үш функция. Бірінші функцияны қарайтын болсақ, бұл жерде функциямыз аргументтің кез келген мәнінде қабылдайды, және бұл функцияның барлық нақты сандар жиынын қабылдайды. Яғни y тен болады r-ге. Бұл жерде r дегеніміз нақты сандар жиыны. Келесі функциямыз бөлшек рационал, сондықтан оның бөлімі 0-ге тең емес дейміз, және ол тең емес плюс минус 3-ге, демек x тең емес плюс минус 3-ге. Функция анықталмаған. Сондықтан бұл функцияның анықталу облысы минус 3-тен 3-ге дейін, ал барлық нақты сандар немесе минус шексіздіктен минус 3-ге дейін, және минус 3-тен 3-ге дейін, және 3-тен плюс шексіздікке дейінгі мәндерді қабылдайды. Және үшінші функциямыз функциялық анықталу облысын табу үшін түп астындағы беріліп тұрған санды үлкен және тең 0-ден деп есептеп алып, x-ті табамыз. X-іміз сонда 0,5-ге тең. Осыдан анықталу облысы ол бізде 0,5-тен плюс шексіздікке дейін. Келесі функцияны анықталу облысын табу ол бізде бірнеше ретке бөлінген. Бірінші ол бүтін рационал функцияның анықталу облысы, және иррационал, бөлшек рационал және әртүрлі функциялардың анықталу облыстарын табу. Бүтін рационал функцияның анықталу облысы ол барлық нақты сандар жиынын қабылдайды, ал иррационал ол дәрежесіне және бөліміндегі сан 0-ге тең болмауы, соған байланысты ол аргументтің мәндер жиынын қабылдайды. Ал бөлшек рационал функциясы ол басқа барлық нақты сандар жиынын қабылдайды. Әртүрлі функциялар ол анықталу облыстарының қиылысына тең болады. Келесі видеороликке назар аударсақ. Мұндағы x аргумент,
y дегеніміз f функциясының x нүктесіндегі мәні. Алдағы уақытта функцияның аргументі десе x-ті, функцияның мәні десе y-ті айту керектігін естен шығармайық. Мынадай мысалдар қарастырып көрейік. Мына екі қисықтың қайсысы функция бола алады? Көрсетілген графикте x-тің бір мәніне y-тің тек бір мәні сәйкес келу керек. Басқа жағдайларда бұл нүктелер жиынтығы функция бола алмайды. Келесі мысалда екі жиын көрсетілген. Осы екі жиыннан қайсы тәуелділік, функционалдық тәуелділік бола алатынын көрсетуіміз керек. А анасы, Б бұл баласы десек бірден түсінікті болар еді. Яғни бір ананың екі баласы бар, ал бір баланың екі анасы жоқ. Демек бірінші тәуелділік функционалдық тәуелділік бола алады екен. Келесі мынадай мысалды қарап көрейік. Мына екі кестеден қайсысы функционалдық тәуелділік құрай алатынын немесе құрай алмайтынын көрсетіңіз. Бізге есімізге жақсы сақталу үшін екінші мысалдағы ана мен бала терминдерін қолданып көрейік. X баласы, Y анасы деп алуымыз керек. Енді тексеріп көрейік. Бірінші кестеде бір анаға екі бала сәйкес келіп тұр. Бұл қалыпты. Ал екінші кестеде бір балаға екі ана сәйкес келіп тұр. Бұлай болуы мүмкін емес. Демек, екінші кестедегі тәуелділік функционалдық тәуелділік бола алмайды екен. Жақсы. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырма ол мынау берілген есептердің үш есеп берілген. Осы үш есепті жоғарыда берілген мысалдарға қарап, мысалдарды қарастырып шығып, осы үш есепті соған сүйене отырып шығарыңыздар. Дәптерге бірінші есепті жазып алыңыздар және осы берілген үш есептің функцияның анықталу облысын табу керексіздер және мәндер жиын табасыздар. Жоғарыда айтылып кеткен ережелерді қараңыздар, мысалдарды қараңыздар, соған байланысты. Егер функциямыз түбір астында болған кезде қалай табамыз, функциямыз бөлшек болған кезде қалай табамыз, және функциямыз квадрат теңдеу болған кезде қалай табамыз. Дәптерге есептеп шығарайық.